Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге сүйікті тағамдарымның бірі гуляш рецептісін ұсынамын. Еті жұмсақ, өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Және де жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен ет пен пиязды турап аламыз. Етті орташа қылып турадым. Қызып тұрған майға етті салып, жақсылап 10 минуттай орташа отта қуырамыз. Осылай жақсылап 10 минуттай етті қуырып аламыз. Еттің түсі осылайынан ашық қоңыр түске енген кезде пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып 5-10 минуттай қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз, жақсылап араластырамыз. Содан соң томат пастасын саламыз. Тағы да жақсылап араластырып 3-4 минуттай қуырамыз. Содан соң ыстық су құямыз. Суды еттің бетін жабатындай етіп құямыз. Енді бетін жауып, баяу отта ет піскенше бұқтыратын боламыз. Шамамен 1-1,5 сағат бұқтырамыз. Гуляштың соусын дайындаймыз. Құрғақ қызып тұрған табада баяу отта ұнды қуырамыз. Таба құрғақ болуы керек. Үнемі араластырып тұрамыз. Ұнның түсі сарғыш түске енгенге дейін қуырамыз. Мінекей осылайынан ұнның түсі сарғыштау түс болады. Енді қуырылған ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы суды құйып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей осындай масса болады. Енді осы соусымызды піскен еттің үстіне құямыз. Жақсылап араластырып, баяу отта тағы да 5-10 минуттай бұқтырып аламыз. Достар, мінекей гуляшым дайын болды. Мен гарнирге картоптан пюре жасадым. Сіздер өз қалауларыңызша басқа да гарнирлерді қолдануға болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер видео ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз. Алда әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын.